Бүгінгі сабағымыз идғам мүтәжәнисәйн. Идғам кіргізіп оқу, мүтәжәнисәйн ұқсас тектес деген мағынаны білдіреді. Яғни махраждары бірақ дыбысталу әртүрлі әріптер келіп, біріншісі сукунды, екіншісі харекетті болғанда, біріншісі екіншісіне қосып оқу. Мысалы мен айтқандай түсінікті болады. Идғам мүтәжәнисәйн әріптері ол 3 әріп болады. 1, 2, 3 топқа бөлінеді. Бірінші топтағы әріптер то, тә, дәл әріптері. Байқайсыздар, махраждары бір. То, тә, дә әріптері бір жерден шығады. Осы әріптер бірінші сукунды, екіншісі харекетті болғанда, бірінші екіншісіне кіргізіп оқимыз. Мысалы, ләин бәсәтта дегенде, мына жерде то әріпі сукунды болып келген. Тә әріпі харекетті болып келген. Негізде бұлай оқу керек еді. Бәсәпы тә деп. Бірақ та бұл идғам мүтәжәнисәйн қағида шіріп кетеді. То сукунды әрпіміз тә кейінгі әріпке қосылып, тура тә сияқты дыбысталып кетеді. Бәсәтта деп оқимыз. Яғни то әрпін не айналдырып жібереміз? Тә әрпіне айналдырып жібереміз. Тағы бір мысал, мә вәәдәтум деп оқу керек еді. Мә вәәдәтум. Дәл әрпі сукунды, одан кейін тә әрпі деген. Осы кезде идғам мүтәжәнисәйн ережесі жүріп кетеді. Дәл әрпін тә әрпіне ауыстырып жібереміз. Не болып кетеді? Тә әрпіне ауыстырамыз да мә вәәдтум болып кетеді. Өйткені бағана айттық, осы 3 әріптердің біреусі сукунды болып, екіншісі харекетті болса, біріншісі екіншісіне не істейміз? Кіргізіп жібереміз. Тағы бір мысал, идғам мүтәжәнисәйн әріптердің бірінші тобы то, тә, дәл әріптері болса, екінші тобы зо, сә, зә әріптері. Үшеуі не істейді? Бір махраждан шығады. Мысал келтіреміз, ил золаму дегенде, ил золаму деп оқу керек еді. Бірақ та біріншісін екіншісіне кіргізіп жібереміз де, ил золаму. Зәл әріпі не болып өтеді? Бізде зо әріпіне айналып өтеді. Ил золаму деп мынаны зо қылып оқып жібереміз. Тағы бір мысал, ялхаз залика дегенде, ялхаз деген сә әріпін зә әріпіне кіргізіп, соған айналдырамыз. Ялхаз демес, енді ялхаз болып өтеді. Ялхаз залика. Идғам мүтәжәнисәйн ережесі. Келесі идғам мүтәжәнисәйн әріптері бұл мим және бәл әріптері. Мысалы, я бұнайя иркабы мағана деп оқу керек еді, бірақ бә әріпі мим әріпіне жолыққандықтан иркам мағана болып кетеді. Бә әріпіміз мим әріпіне ауысып кетеді. Иркам мағана болып кетеді. Жақсы, енді осыны кітаптан оқып көрейік. Идғам мүтәжәнисәйн. Идғам мүтәжәнисәйн не? Атауы басқа махраждар бір болған екі харіп бір-біріне жолығып, алдыңғысы сукунды болғанда, алдыңғысын кейінгісін ішіне кіргізіп оқу. Мұндай харіп қанша махражға бөлінеді? 3 махражға бөлінеді дейді. Біріншісі қайсысы? Дәл, тә, то харіптерінің махражы. Мысалы, ләин бәсәтті. Тоны тәге кіргізіп жібереміз. Мә вәәттум. Дәлді тәге кіргізіп жібереміз. Екіншісі қайсысы? Зо, сә, зә харіптерінің махражы. Мысалы, из золаму. Зәлді зорға кіргіземіз. Яғни хәз зәлика. Сәні зәге кіргіземіз. Үшіншісі қайсы харіптердің махражы? Бим деп. Бә және мим харіптерінің махражы. Мысалы, я бұнайя иркам мағана дегенде.